Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүтсіз, яғни қарапайым судан блинчиктер жасайтын боламыз. Өте жұп-жұмсақ және де дәмі де өте әдемі болып шығады. Ал жасауды бастайық. Бізге ең алдымен 2 жұмыртқа қажет, оның үстіне 3 ас қасық қантымызды қосамыз, барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оның үстіне 1 стакан су қосамыз. Енді салған қантымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Қантымыз еруі қажет. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін, енді оның үстіне 4 ас қасық сұйық май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін, оның үстіне біртіндеп ұнымызды қосатын боламыз. Ұнымызды бірден қоспаймыз, аз-аздан қосып отырамыз. Қосқан сайын жақсылап араластырамыз. Іртіктері кетуі қажет. Осы сәт өте маңызды, себебі блинчиктер пісірген кезде іртіктері қалып қалмауы қажет. Сол себептен ұнды салған кезде әбден араластырамыз. Іртіктері кеткенше ұнды аз-аздан сала отырып, және әр салған сайын жақсылап араластырып, келесі ұнымызды салып, сол ретпен жасайтын боламыз. Енді бөлек ыдысқа ыстық су, яғни қайнап тұрған суымызды құямыз. Қайнаған судың үстіне жарты чай қасық содамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сода еруі қажет. Араластырып болғаннан кейін ыстық суымызды бірінші массаға қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Енді осымен қызып тұрған арнайы блинчик пісіретін тавада 2 бетін аудара отырып блинчиктерімізді пісіреміз. Блинчиктеріміз байқасаңыздар өте әдемі болып шыққан, яғни тесік-тесіктермен. Бұл рецепт бойынша блинчиктерге ешқандай сүт қосылған жоқ, тек қана судың арқасында біз блинчиктерімізді істеп жатырмыз. Осы рецепт барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын, себебі тек қана судың арқасында блинчиктерімізді пісіретін боламыз. Осындай жылтыр түсті тесіктермен әп-әдемі болып блинчиктеріміз шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, барлықтарыңызға сөзсіз ұнайды, және де бір жасағаннан блинчиктеріміз өте әдемі болып шығады. Міне біздің блинчиктеріміз қанша мырсақ та жыртылып кеткен жоқ, тесіліп қалған жоқ, өзінің формасын сақтап тұр. Сол себептен осы рецептпен блинчиктеріңізді жасап көріңіздер, өте әдемі болып шығады. Алдағы уақытта басқа да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себептен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.